Қазақстанның зайырлы құрылымы мемлекет аумағындағы барлық этностар мен конфессиялардың мәдениетін дамыту үшін әділ әрі тең жағдай жасайды. Қазақстанның әрбір азаматы этникалық шығу тегі мен діни көзқарасына қарамастан өзінің мәдениетін, дәстүрі мен тілін дамытуға, қоғам мен мемлекет өмірінің барлық салаларына атсалысуға құқылы. Қазақстандағы барлық діни бірлестіктер өз өкілдерінің мемлекеттік рәміздерді, ұлттық және мемлекеттік мерекелерді мойындауын және оларға құрметпен қарауын қамтамасыз етуі тиіс. Бүгін діни экстремизмнің алдын алу мақсатында мәдениет және спорт мекемелеріне бірқатар міндеттер жүктелді. Қазақстан халқының мәдени мұрасын насихаттау, діни экстремизм мен радикализмге қарсы күресу үшін мәдениет қайраткерлерінің әлеуетін пайдалану, спортшылар мен олардың бапкерлерінде зайырлы дүниетанымды, конфессия аралық келісім мәдениетін, деструктивті идеологияға иммунитетті қалыптастыру.